Жарықтық киік отай деп отырушы еді марқұм нағаш шешем. Арқада киік оты аса қадірлі шөп. Киік оты дәру болмайтын дерттің түрі кемді-кем. Қаны тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе, бірден қан қысымы қалпына келеді. Ас қорыту жүйесінде де баппен бұқтырылған киік оты шайы мыңда бір ем. Тері аурумен ауыратындар киік отының булауына түссе, құлан таза айығады. Белсіз еркек төсектен суыған ұрғашы киік отының қымызын құрғатпай ішсе, құштарлық оянып, құмары қайта қозады. Қалғанын барынша қысқаша баяндайын. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Құрметті оқырман, 100 мың оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Кино түсіріп жүргенде талай қызыққа кезігеміз, кенелеміз. Осы жолға Ақсу жобағыдағы қызығымыз киік отымен ысталған Ерсу мен Кемербұлақтың қымызы болды. Иә, қымызды кім ішпейді, қызға кім көз салмайды. Келісер келіспессіздер. Алматыда қымыз жоқ болса, Алматы базарларында сатылатын қымыздың дәрежесі шалаптан төмен. Әлқисса сәуірдің соңы мамырдың басында Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Ақсу жабағылы қорығының етегіне шатырымызды тігіп, шәпкімізді түседік. Есімізді жидық, түсірілімге әзір болдық дегенім ғой. Айтарым жоқ, тұмса табиғатын суреттеуге тіл жетпейтіндей ғажап сұлу өлке екен. Тура Арабиядан оқып келген молдекеңдер уағыздайтын жұмбақтың төріне төбеті қалғандаймыз. Биік, көркем таулар, әппақ қардан дағарадай сәлде ораған молда шыңдар, сол таулардан жыландай ирелеңдеп сарқырай аққан өзен сулар, сауыры қызылды жасылды гүлмен көмкерілген қоянжан жоталар, әсіресе киік оты арғын кешкі жақынғы самалмен қышқылтым иісі танау жарғанда шерлі көкірегін күмбірлей жөнеледі. Қош бір, 2 күннен кейін жан-жақты шолуға кеткен жігіттер Менерсудың баклажкасымен қымыз әкеле бастады. Алматы базарларының су қосқан сатқын қымызынан зәрізап болып қалған ғазез басым алғашқыда қомсына дәмін татқаным рас. Жоқ, су қосылмаған тәрізді, тіл үйіріп әкетіп барады. Киік отының дәмі сөйтсек, Түлкібас өңірі көбіне тек киік отымен ыстайды екен. Содан қаталап келген қымызқорлар үшін Құдай берді. Азын-аулақ сутошниімізді кәнігі алқаштардай соңғы тиына дейін қалдырмай қымызға салатын болдық. Арқаның қымызына қарағанда таудың қымызы жуастау келеді. Дегенмен көңілге қонақы желік бітіруге жарап жатыр. Аз күнде көзіміз нұрланып, жүзімізге қан жүгіріп кісі болып қалдық. Киік оты қосылған жұпар қымыз қанша ішсең де қан қысымын көтермейді. Қымызға бөгіп алған адам шаршамайды, жұмысты жапырып істейді. Әсіресе әріби сияқты сайып қыран жігіттеріміз ат үстінде шайғақтап, үзеңгісін таралғысының түбінен үзіп жіберердей шірей керіп, жер баспай айтынданып асқақтап, аспандап шығандап кетті. Күніне 5 ат болдыртады. Ұларбек ақынның көзінен өлең оқитын күнге жеттік. Қайран Алдияр қымызын-ай, жарықты киік отай деп қоямыз іштей. Қырға шығып, киік отымен бозгүл теріп кеткен кезімізде болды. Бажалай байқасаң, туған елдің қырында өскен шөптің тамырынан сыр тартып, жапырағынан жыр жазуға болады. Гүлінен сүйегінің дидарын көресің. Киік оты да осындай қасиетті шөп. Енді осы киік оты жайлы түйгендеріме келейін. Өткен жылы інім досым, тамаша қаламгер Қанағат Әбілқайыр ауылына апарып қонақ етті. Қырға шығып, қымыз ішіп дегендей біраз шалқыдық. Тау үшін көңіретіп әнге бастық. Қанағатжаныңды ауылы Асқа Қалатаудың қойнауында соғына әрге тепкен берекелі, мерекелі ел екен. Айнала қарағайлы орман, құлпырған көк майсасы Түрікменнің төкті кілеміндей. Кенет көзім көгілдір алаңқайға түскені. Жақындап барсам, оғажап киік оты. Мынау киік оты ғой десем, жергілікті албандар жоқ бұл көкемарал деп бой бермейді. Сол сәт ақын Бақыт Беделханның 2000 жылдары жарық көрген көкемарал деген пышақтың қырындай жұп-жұқа жыр жинағы есіме түсе кеткені. Бұдан кейін дауласып жату артық. Көкемарал болса, көкемарал болсын деп әлгі киік отының бір талын жұлып алып, құныға иіскедімде төс қалтама сүңгіттім. Енді мына қызықты қараңыз. Көкемаралды Меркіден Жамбыл облысы бері қарайғы жұрт дулаттар киік оты дейді екен.
Арқадағы арғындар да киік оты дейміз. Осы жайт мені кәдімгідей ойға қалдырды. Артынан мұның сырын аңғарғандай болдым. Бағзы заманда арғындар мен дулаттар шудың бойын бір жайлаған ғой. Көш жолдары да түйісіп отырған тек Төле би заманында. Жер дауында кісі өлімі болып билер кеңесі шудың түстік жағын дулаттар теріскейін арғындар жайласын деп шешім еткен екен. Ежелден содан бері екі елдің төскейде малы, төсекте басы қосылып жатты. Тіпті мына Совет үкіметі құлағанша Жамбыл облысының қойшылары жайлауға арқаға шығатын. Арқаның бетпақтан шектесетін Ақтау, Қызылтау совхоздарының жастары Мойынқұмның жігіттермен көкпар тартысатын. Жаз бойы жолдас құрбы болып әңгімелері жарасып, бір-біріне бауыр басқан қыз-жігіттер келесі жазда сағынысып көрісіп, арты үйлену тойына ұласып жататын. Киік отының арқа жұрты мен өрдегі үйсінге дулатқа ортақ болуының бір сыры осы ғой деп ойлаймын. Ал өсімдікке Көкемарал деп ат беріп, айдар тағып жеке атауымен иленген сияқты. Және Алатауда киік жоқ, есесіне Бұғымарал тұқымдас жануарлар мол. Сол себепті Көкемарал атанған тәрізді. Қалай десек те, киік оты аша тұяқты адалаңның сүйікті асы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Видео пайдалы болса, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.